Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін біз миллиондаған адамды мазалайтын, бірақ көбіміз мән бермейтін үнсіз қауіп, аяқ-қолдың ұюы туралы сөйлесеміз. Кейде қолыңыз үйіп қалғанда, оны басқа біреудің қолы сияқты сезінесіз бе? Немесе түнде аяғыңыздың тартылғанынан оянып кетесіз бе? Бұл жай ғана қолайсыздық емес, бұл сіздің жеке талшықтарыңыздың өліп жатқандығының белгісі болуы мүмкін. Бүгін мен сіздерге ешқандай жарнамасыз, тек медициналық тұрғыдан аяқ-қолды қалай тірілтуге болатынын айтамын. Бұл қазіргі заманның дерті. Білектегі тар канал арқылы өтетін ортаңғы жүйке қысылып қалады. Көбіне компьютерде жұмыс істейтіндерде немесе ауыр жүк көтеретін кісілерде болады. Егер сұқ саусақ пен ортаңғы саусақ ұйыса, мәселе білекте. Бұл көбіне қант диабеті бар жандарда болады. Қандағы артық қант жүйке талшықтарының сыртқы қабығын ерітіп жібереді. Бұл сымның сыртындағы оқшаулағыштың үзілуімен тең. Содан сигнал қысқа тұйықталу жасап, аяқ ашып, ұйып, шаншиды. Саусақ ұштарының суықтан ағарып немесе көгеруі. Бұл ұсақ қан тамырларының спазмы. Мұндайда қан айналымы тоқтап, саусақтар жансызданады. 50-70 жастағы кісілердің 80% аяқ-қолдың ұюы мен буын сырқырауын күнделікті сезінеді. Көбіміз аяғымыз ұйыса жатып қалған шығармын немесе қаным аз ба деп мән бермейміз. Бірақ аяқ-қолдың ұюы ағзаның айқайлап берген дабылы. Бұл бейжай қарауға болмайтын арты инсульт немесе қозғала алмай қалуға келетін қауіпті белгі болуы мүмкін. Жалпы аяқ-қол неге ұйиды? Остеохондроз және грыжа, жүйке талшықтары қысылғанда аяққа сигнал бармайды. Тамырлардың бітелуі, атеросклероз, қан жетпеген жер ұйып қалады. Қандағы қанттың жоғары болуы жүйке ұштарын зақымдайды. Жүйке жүйесінің басты қорегі жетпегенде, яғни В12 дәруменнің тапшылығы, сезімталдылық жоғалады. Жалпы алғанда аяқ-қолдың ұюы бұл жүйке талшықтарының немесе қан тамырларының қысылуынан туындайтын белгі. Егер бұл жағдай жиі мазаласа, тек сыртқы еммен шектелмей, ішкі себебін табу керек. Дәрігер ретінде сізге аяқ-қол ұйығанда жасалатын нақты әрекеттер мен емдеу жолдарын егжей-тегжейлі түсіндіріп берейін. Ұю кезіндегі алғашқы көмек. Егер аяғыңыз немесе қолыңыз дәл қазір ұйып тұрса, мына әдістерді қолданып көріңіз. Қозғалысты қалпына келтіру. Ұйыған мүшені сілкілеңіз, саусақтарды ашып жұмыңыз. Бұл қан айналымын тездетеді. Уқалау, массаж. Ұйыған жерді алақанмен қаттырақ ысқылаңыз. Бұл жүйке ұштарын оятады. Температуралық әсер. Егер қол ұйыса, жылы судың астына ұстаңыз. Жылу қан тамырларын кеңейтеді. Егер ыңғайсыз отырудан, аяқты айқастырып отыру немесе қолды жастанып жату болса, дереу дененің қалыпты жағдайын өзгертіңіз. Медициналық емдеу жолдары. Ұюдың себебіне қарай дәрігер мынадай ем шараларды тағайындауы мүмкін. Дәрі-дәрмекпен емдеу. Біріншісі В тобындағы дәрумендер В1, В6, В12. Жүйке талшықтарының қабығын қалпына келтіру үшін өте маңызды. Магний препараттары бұлшықет спазмын басып, жүйкені тыныштандырады. Қан тамырларын кеңейтетін дәрілер. Қан айналымы нашар болса, тамырды ашатын препараттар беріледі. Физиотерапиядан электрофорез, дәріні тоқ арқылы тікелей зақымдалған жүйкеге жеткізу. Магнитті терапия, ісінуді басып, қан жүруін жақсартады. Инемен емдеу, акупунктура, жүйке нүктелерін белсендіру үшін өте тиімді. Үй жағдайындағы халықтық әдістер. Егер ұю созылмалы болса, мына процедураларды жасауға болады. Контрасты ванналар. 2 ыдысқа су толтырыңыз. Бірі жылы, бірі салқын. Аяқты немесе қолды кезекпен 1-2 минуттан салып отырыңыз. Бұл тамырларды жаттықтырады. Тұзды ванна. 1 литр суға 1 ас қасық теңіз тұзын салып, аяқты батырып отыру жүйкені демалдырады. Балмен орау. Ұйитын жерге бал жағып, сыртынан матамен орап тастау, әсіресе буын ауруларында керемет көмектеседі. Және де ұюдың алдын алу үшін жасалатын жаттығулар. Біріншісі алтын балық жаттығуы. Тегіс жерде жатып, қолды бастың астына қойып, бүкіл денеңізді балық сияқты оңға, солға тез тербетіңіз. Омыртқадағы қысылған жүйкелерді босатады. Екінші жаттығу саусақтарға арналған гимнастика. Теннис добын немесе суджок добын алақанмен айналдыру.
Үшінші жаттығу мойынға арналған жаттығу. Басты жайлап, алға, артқа, оңға, солға иіп, мойын омыртқасын босату. Қашан дәрігерге дереу бару керек? Мына белгілер байқалса, үйде емделуді тоқтатып, жедел жәрдем шақыру керек. Ұюмен бірге сөйлеу қабілеті бұзылса, дененің бір жағы оң немесе сол түгелдей тыңдамай қалса, ұюмен бірге қатты бас айналу немесе естен тану болса, ұю бірнеше сағат бойы басылмаса. Маңызды кеңес: ұю тек бұл салдар. Емделуді бастамас бұрын міндетті түрде терапевт, невропатолог немесе кардиологқа көрініп, қандағы қант мөлшерін және омыртқа жағдайын тексерту керек. Аяқты айқастырып отыру. Бұл қалыпта тізе астындағы үлкен жүйке мен қан тамырлары қатты қысылады. Егер бұл әдетке айналса, аяқ созылмалы түрде ұйитын болады. Телефонды иықпен қысып сөйлесу. Мойын бұлшық еттері бір жаққа қисайып, қолға кететін жүйке шоқырларын қысып тастайды. Тар киім мен аяқ киім. Тым тар джинсы шалбар немесе тар етік қан айналымын тежейді. Бұл әсіресе қан тамырлары нәзік кісілер үшін өте зиян. Ұйықтау позасы. Қолды бастың астына қойып немесе қолды жастанып ұйықтау түнде қолдың жансызданып қалуының басты себебі. Психосоматика. Жүйкеден болатын ұю. Медицинада жүйкеден болды деген сөз бекер айтылмайды. Үрей және қорқыныш, паника. Адам қатты қорыққанда немесе стресс алғанда тыныс алуы жиілейді. Бұл қандағы көмірқышқыл газының азаюына келіп, саусақтардың ұюына, ауыз айналасының мұздап қалуына соқтырады. Тұрақты уайым. Егер адам ұзақ уақыт бойы шешілмейтін мәселені ойлап, іштей тынып жүрсе, оның иық және мойын бұлшық еттері үнемі спазмда болады, яғни түйілуде болады. Ал бұлшық еттің түйілуі жүйкенің қысылуына келеді. Егер сіз қолайсыз қалыпта 5-10 минут отырып қалып, содан кейін аяғыңыз ұйыса, бұл қалыпты жағдай. Бұл жүйке жүйесінің сау екенін, оның сигнал беріп жатқанын білдіреді. Ал егер ұю ешқандай себепсіз түрегеп тұрғанда немесе демалып жатқанда басталса және 15-20 минуттан астам басылмаса, міне осы жерде дәрігерге жүгіну керек. Көпшілік мына қателіктерді жасайды, сіз жасамаңыз. Өз бетінше күшті дәрілер ішу. Көршім ішіпті деп қан сұйылтатын немесе жүйке дәрілерін ішпеңіз. Өте ыстық суға салу. Егер ұю қант диабетінен болса, аяқ сезбеуі мүмкін. Көптеген адамдар суды байқамай өте ыстық қылып аяғын күйдіріп алады. Ұйыған қолды немесе саусақты қатты күшпен тартуға, шытырлатуға болмайды. Бұл буын мен сіңірді зақымдауы мүмкін. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің әңгімеміз аяғына таяп қалды. Біз сіздермен аяқ қолдың ұюы қаншалықты күрделі екенін, оның артында қандай жасырын қауіптер тұруы мүмкін екенін егжей-тегжейлі талқыладық. Есіңізде болсын, ағзаңыздың берген кез келген белгісі бұл сізге жасалған ескерту. Егер қолыңыз немесе аяғыңыз ұйыса, оған қолды бір сілтей салмай, бүгін мен айтқан қарапайым жаттығуларды жасап көріңіз. Тамақтануыңызды ретке келтіріңіз және ең бастысы су ішуді ұмытпаңыз. Денсаулық бұл күнделікті жасалатын кішкентай қадамдардың нәтижесі. Егер сізде немесе жақындарыңызда осы мәселелер болса, пікірге жазыңыздар. Сіздің жағдайыңыз қалай басталды, қандай ем көмектесті? Сіздің тәжірибеңіз басқа бір оқырманның сауығып кетуіне себепші болуы мүмкін. Мен әрбір пікірді мұқият оқып, қолымнан келгенше жауап беруге тырысамын. Бұл видео сіздер үшін пайдалы болды деп сенемін. Егер ұнаса лайк басып, жазылу батырмасын басып қойыңыз. Осы пайдалы ақпаратты WhatsApp арқылы жақындарыңызға, құрдастарыңызға жіберіңіз. Мүмкін бұл біреудің инсульт алуының алдын алар. Келесі кездескенше денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аман, сау болыңыздар.